Ой, бәрекелді. Ассаламағалейкум, ардақ тағайындар. Ассаламағалейкум, қадірменді тойға жиылған тойшыл қауым. Бүгін мінекей Асқар бауырымыз бен мынау Айым жеңгеміз барша ағайынның алысына хатшы беріп, жақынын атшы беріп, ағайын туыстың барлығын басын қосқан, дүбірлеткен, дүркіреткен, бүгінде күрәштай қызымызға құтты орнына қондыратын, яғни осы әулеттен ақбатамен ұзатып шығарып салатын үлкен дүбірлі той. Олай болса, ардақ тағайындар, ассалаумағалейкум қаптаған ел, көңілін бүгінгі тойға баптаған ел. Арамызда осындай той болады деп, ақ тілегін, ақ ниетін сақтаған ел. Ал ендеше ағайын той басталды. Асқар ағамыз бен Айым жеңгеміз қонақтарын жинаған екен. Ағайындар бір шапарақпен шатына бердім. Шапарақтарыңызды қаттырақ соғып қойсаңыздар. Құрмет қошеметтеріңіз. Бәрекелді. Ендеше микрофон дұрыс болсаңыздар жігіттер. Ендеше құрметті ағайындар, қадірменді бауырлар, бүгін тойымыздың төрінде үлкеніміз бар, кішіміз бар. Қазір мінекей осы біздің күләштай қызымыздың қолын сұрап келген. Бүгінде күләштай қызымыздың мынау өздерінің құтты шаңырақтарына келін қылып түсірейін деп келіп отырған мың жылдық құдаларымызды қарсы алуға дайынбыз ба? Дайынбыз ба? Естілмейді ғой. Олай болса шапалақ құрметтеріңіз көрсетіп, көңілдеріңізбен қашанда түріп қойып, орнымыздан түк тұрып, қошеметімізді ұрып, мойнымызды бұрып, шақсап тұрып күліп, екі білекті түріп, тойдың төріне мың жылдық құдаларды қарсы алу үшін алдымен Ақкенже этно-фольклорлық дәстүрлі вокалдық ансамблін шақырам.